Сәлем оқушылар, бүгінгі бізде 75-ші сабақ қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер. Қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық және алгебралық тәсілдермен шығаруды үйренесіңдер. Біздегі бірінші тапсырма: еліміздің танымал дәрігерлері қанша жыл өмір сүретінін анықта. Санжар Жафарұлы Асфендияров 1889-1938 жылдар аралығында өмір сүрді. Көрнекті мемлекет қайраткері және қоғам қайраткері, ғалым, педагог. Енді Александр Николаевич Сызғанов 1896 және 1980 жылдар аралығында өмір сүріпті. Хирург, медицина дәрігері, докторы екен. Енді біз адамның жасын анықтау үшін оның қайтыс болған жылы мен туылған жылын азайтады екенбіз. Сонда біздегі бірінші есепте 1938-ден қайтыс болған жылы Санжар Жафарұлының 1938-ден азайтамыз 1889-ды. Сонда бізде жауабы шығады 49. Келесі Александр Николаевичтікі 1980 жылдан азайтамыз 1896-ны. Сонда бізде жауабы шығады 84. 84 жаста болған екен. Екінші тапсырма: екі фельдшер ауыл тұрғындарына профилактикалық көмек көрсету үшін велосипедпен шықты. Олар бір уақытта екі бағытқа бет алды. 6 сағаттан кейін олардың арасы 360 км болды. Біреу 28 км/сағат жылдамдықпен жүрсе, екінші фельдшердің жылдамдығын тап. Біздегі формула S тең VT деген формула бар, яғни жылдамдықпен уақытты көбейтіп жүрген жолын табамыз. Енді бізде екінші фельдшердің жылдамдығы белгісіз болғандықтан X-ке 28-ді қосамыз және жақшаға алып 6 сағатқа көбейтеміз, тең 360 деп жазамыз. Сонда X қосу 28 тең 360-ға 360-ды 6-ға бөлеміз. Көбейтуге керамал бөлу болғандықтан 6-ға бөлеміз. X қосылған 28 тең 60. Енді X-ті табу үшін қарапайым теңдеуге келдік. 60-тан 28 азайтамыз. Сонда бізде жауап шығады 32. Екінші фельдшердің жылдамдығы 32 км/сағат болды. В2 тең 32 км/сағат. Үшінші тапсырма: кесте бойынша есеп құрастыр. Дәрігерлерге науқастарды тез арада жиі көмек көрсетуге тура келеді. Олар жедел жәрдем машинасымен, ал кейде велосипедпен жүреді. Жедел жәрдем машинасының жылдамдығы 70 км/сағат және уақыты 2 сағат. S-ті табу үшін 70-ті 2-ге көбейту керек болады. S тең жылдамдық көбейту уақыт формуласы бойынша. VT формуласы бойынша 70-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде жүрген жолы бірдей болғандықтан екеуіне де ортақ 140 км шығады. Енді велосипедке мінген дәрігер, бізде жол белгілі. Дәрігердің жылдамдығы велосипедпен 14 км/сағат. Уақыты табу үшін 140-ты 14-ке бөлеміз. Тең болады 10 сағат. Уақыты 10 сағат. Төртінші тапсырма: бір станциядан бір уақытта екі пойыз бір-біріне қарама-қарсы екі бағытқа жолға шықты. Бірінші пойыздың жылдамдығы 72 км/сағат, екінші пойыздың жылдамдығы 68 км/сағат. Неше сағаттан кейін пойыздардың ара қашықтығы тағы бір-біріне 560 км болады дейді. Енді V1, V2 жылдамдықтарын қосамыз. Сонда бізде 72-ге 68-ді қосатын болсақ 140 болады. Және уақытты табу үшін жүрген жолымызды осы жылдамдыққа бөлеміз. 560 бөлу 140, сонда бізде 4 шығады. 4 сағаттан кейін жүрген жолы 560 болады екен. Біздегі тақырып УЗЕЛ. УЗЕЛ орысша белгіленуі УЗ деп белгіленеді және халықаралық өлшем бірлігі КН, яғни бір теңіз УЗЕЛі бізде 1852 метр/сағат. Оны дөңгелектейтін болсақ, бір УЗЕЛіміз 2 км/сағатқа тең екен. Теңіз мейлі теңізде жүзгенде және авиацияда қолданғанда ара қашықтықтың өлшем бірлігі болып табылады. Бір мейліміз 1 км 600 метрге тең. Бесінші тапсырма: теплоход 20 УЗЕЛ жылдамдықпен 40 км жүзді. Ол неше уақыт жолда болды дейді. Яғни бізде УЗЕЛімізді жылдамдыққа айналдырып аламыз. Сонда 20 УЗЕЛімізді көбейтуіміз керек 2 км/сағатқа. Сонда бізде 40 км/сағат болады.
Енді жүрген жолымыз бар. Уақытты табу үшін 40-ты 40-қа бөлеміз. S тең 40 км сағат. 40 км. Енді уақытымыз белгісіз. S тең VT формуласы бойынша 40-ты тең жылдамдығымыз 40-қа тең, уақытымыз белгісіз. Т тең 40 бөлу 40 тең 1. Сонда біздің уақытымыз 1 сағат жолда жүрген болып тұр. Келесі 6-шы тапсырма. 6-шы тапсырмада қандай біздің нысандарымыз қандай жылдамдықпен жүретінін табуымыз керек. Мысалы, ұшақ. Ұшақ бізде 900 км сағат жылдамдықпен жүреді. 900 км сағат, яғни 1 сағатта 900 км жол жүреді деген сөз. Ал келесі автокөлігіміз 1 сағатта 90 км жүреді екен, яғни 90 км сағат. Автокөлік. Келесі бізде пойыз. Пойызымыз 120. Пойызымыз 120 км сағат жылдамдықпен жүреді екен. 120 км сағат. Келесі бізде вертолет деп жаздым. Тікұшақ. Тікұшақ 300 км сағат жылдамдықпен жүреді. Келесі жаяу адам, яғни пешеходпен қанша жүреді? 5 км сағат жүреді екен. Келесі бізде велосипед. Велосипед 15 км сағат, яғни 1 сағатта 15 км жол жүреді. 7-ші тапсырма. Спидометрдің не екенін білесің бе дейді. Ондағы бөлшектер нені білдіретін айт. Кейбір машинелерде жылдамдықты км сағатпен ғана емес, миль сағатпен көрсететін спидометрлер орнатылған. 1 сағаттағы километр мен 1 сағатта мильдің көрсеткіштерін салыстыр. Спидометрде отырамыз, машиналарда 1 сағаттағы қанша жол жүргендігін көрсететін аспап. Енді 60 км сағатымыз бізде 40 миль бөлінген сағатқа тең. Ал 80 км сағатымыз 50 миль бөлінген сағатқа тең. Яғни 1 сағатта 50 миль. Ал енді 160 километріміз 160 км сағатымыз бізде 100 миль сағатқа тең. Демек, миліміз бізде 1,16 км сағатқа артық екені шығады. Келесі тапсырма 8. Ойлан және жауап бер. Бір аулада 4 дос тұрады. Олар хирург, көз дәрігері, терапевт, балалар дәрігері. Болат пен хирург екеуі серіктен үлкен. Нұрлан мен терапевт күреспен айналысады. Осы достардың ішінен ең кішісі көз дәрігері Нұрлан. Кешке қарай Айқын мен балалар дәрігері екеуі серік пен көз дәрігеріне қарсылас болып теннис ойнайды. Достардың әрқайсысы мамандығын анықта. Бізде серік терапевт дәрігер болып табылады, және Нұрлан көз дәрігері, және Айқын хирург, ал Болат бізде балалар дәрігері. Тоғызыншы тапсырма. Бір станциядан бір уақытта жолға 2 пойыз бірінен бірі қарама-қарсы 2 бағытқа жолға шықты. Бір пойыздың жылдамдығы 62 км сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 53 км сағат. Неше сағаттан кейін 2 пойыздың арақашықтығы 460 км болды. S тең VT формуласы бойынша бізде жылдамдығы 62-ге қосамыз 53-ті. 2 жылдамдықты қосамыз 116 болады. Және жолымыз 460-қа тең, 115 болады. Жолымыз 460-қа тең. Жүрген жолы 2 пойыздың арасы 460-қа тең. Және тең деп аламызды. Жылдамдығымыз 115-ке көбейтеміз д уақытты. Осы жерден уақытты табатын болсақ, 460-ты 115-ке бөлеміз. 460 бөлу 115 тең болады 4-ке.
сонда бізде жауабы 4 сағатта екі пойыздың арасы 460 километр болады.